Көп адам жақсы холестерин және жаман холестерин деген сөздерді жиі естиді. Біреуін көбейту керек, екіншісін азайту керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде холестерин деген не? Ол шынымен қауіпті ме, әлде ағзаға қажет пе? Осыны бірге түсініп алайық. Ең алдымен бір маңызды нәрсені білу керек. Холестерин ағза үшін бөтен немесе зиянды зат емес. Керісінше, ол біздің денемізге өте қажет табиғи заттардың бірі. Адам ағзасындағы холестериннің шамамен 80-85% ағзаның өзінде түзіледі. Ол бауырда, теріде, ішекте және басқа да жасушаларда пайда болады. Ал тағам арқылы біз небәрі 15-20% ғана аламыз. Бұл біздің ағзамыздың өте ақылды әрі дәл жұмыс істейтін жүйесі. Егер ағза холестеринді өзі көп мөлшерде өндіретін болса, демек ол біздің өміріміз үшін өте маңызды деген сөз. Холестериннің ағзадағы қызметі өте көп. Ең алдымен ол әрбір жасушаның қабырғасының құрамына кіреді. Жасушалар мықты әрі серпімді болу үшін холестерин қажет. Ол жасушалардың пішінін сақтауға және жаңа жасушалардың қалыптасуына көмектеседі. Әсіресе жүйке жүйесінде холестериннің рөлі өте үлкен. Ми жасушаларында холестерин көп болады. Сондықтан холестерин деңгейі тым төмендеп кетсе, жүйке жүйесінің жұмысы әлсіреуі мүмкін. Сонымен қатар холестерин көптеген маңызды гормондардың түзілуіне қатысады. Ер адамдардағы тестостерон, әйелдердегі эстроген мен прогестерон сияқты жыныс гормондары осы заттан пайда болады. Сондықтан холестерин ағзадағы гормондық тепе-теңдік үшін де маңызды. Тағы бір маңызды қызметі бар. Күн сәулесі теріге түскен кезде, дәл осы холестериннің қатысуымен де 3 витамині түзіледі. Ал де 3 витамині сүйектерге, иммунитетке және жалпы денсаулыққа өте қажет. Сонымен қатар холестерин өттің құрамына кіреді. Өт ас қорыту процесіне көмектеседі және майлардың дұрыс қорытылуына қатысады. Көріп отырғанымыздай, холестерин ағзаға өте қажет зат. Бірақ медицинада ол қан ішінде қалай тасымалданатынына байланысты екі түрге бөлінеді. Бір түрі холестеринді бауырдан дененің әртүрлі жасушаларына жеткізеді. Халық арасында оны жаман холестерин деп атап кеткен. Ал екінші түрі керісінше, артық холестеринді қайтадан бауырға алып келеді. Сондықтан оны жақсы холестерин деп атайды. Шын мәнінде бұл атаулар сәл шартты ғана. Біріншісі де ағзаға қажет. Ол жасушаларға холестерин жеткізеді, гормондардың түзілуіне көмектеседі, көптеген маңызды процестерге қатысады. Бірақ мәселе оның мөлшерінде. Егер ағзада осы тасымалдаушы холестерин тым көбейіп кетсе, уақыт өте келе қан тамырларына зиян тигізуі мүмкін. Мысалы, дұрыс тамақтанбау, темекі шегу, қанттың көп болуы, қозғалыстың аздығы немесе ағзадағы қабыну процестері қан тамырларының ішкі қабатына әсер етеді. Сол кезде холестерин сол жерлерге жинала бастайды. Көп адам холестерин қан тамырларын бітеп тастайды деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бәрі сәл күрделірек. Холестерин көбіне қан тамырларының қабырғасы әлсіреген немесе зақымданған кезде жинала бастайды. Сондықтан мәселе тек холестериннің өзінде емес. Негізгі мәселе өмір салты, тамақтану, стресс деңгейі, қан қысымы және қандағы қант мөлшері. Егер қанда холестерин деңгейі жоғары болса, ең алдымен оның себебін түсіну маңызды. Кейде бұл гормондардың өзгеруімен, ұзақ уақыттық стрессімен немесе ағзадағы қабыну процестерімен байланысты болуы мүмкін. Ас қорыту жүйесінің жұмысы да маңызды рөл атқарады. Өйткені артық холестерин өт арқылы ішекке түсіп, ағзадан шығарылуы керек. Егер ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, ол қайтадан қанға сіңіп кетуі мүмкін. Сондықтан холестерин деңгейін қалыпқа келтіру көбіне өмір салтын өзгеруден басталады. Ең алдымен дұрыс тамақтану маңызды. Көкөніс, жеміс-жидек, талшыққа бай тағамдар ағзаға көмектеседі. Олар артық холестериннің шығарылуына ықпал етеді. Екінші маңызды нәрсе қозғалыс. Күн сайын кемінде 30 минут жаяу жүру қан айналымын жақсартады және ағзадағы пайдалы холестериннің деңгейін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар омега-3 май қышқылдары да пайдалы. Олар майлы балықтарда болады. Мысалы, скумбрия, сардина немесе сел сияқты балықтар ағзаға жақсы әсер етеді. Тағы бір маңызды нәрсе қант пен ақ ұннан жасалған тағамдарды азайту. Мұндай тағамдар ағзадағы қабыну процестерін күшейтуі мүмкін. Ұйқы да маңызды.
Жақсы ұйқы гормондардың дұрыс жұмыс істеуіне және ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Ең бастысы, холестеринді тек қорқынышты нәрсе ретінде қабылдамау керек. Ол біздің ағзамыз үшін өте қажет зат. Бірақ оның тепе-теңдігі бұзылған кезде ғана денсаулыққа қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан ең дұрыс жол ағзаға көмектесу. Дұрыс тамақтану, қозғалыс, жеткілікті ұйқы және стресс деңгейін азайту арқылы холестерин деңгейі де біртіндеп қалыпқа келеді. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық ақпараттың жалғасуына көмектеседі. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат бір адамның денсаулығын сақтауға көмектесер. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін виртуалды денсаулық кеңесшісі. Берік болыңыз, бірге болыңыз.